Шымкентте жекпе-жектен әлем кубогы үшін халықаралық жарыс болып өтті. Байрақты бәсеке қазақтың қайсар жігіттерімен қатар Ресей, Қырғызстан, Әзербайжан және Өзбекстаннан келген білектілер қатысты. Жекпе-жек қазақтың қанында бар спорттық ойын түрі. Ұшса құстың қанатталатын ұлан байтақ жерімізді жаудан қорғаған батыр бабаларымыздан қалған тартыс түрі қазір заман ағымына қарай қайта түледі. Бүгінде бұл ойын бүкіл әлемде дамып келеді. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ұйымдастырылған шарада білектілер мен жүректілер сынға түсті. 55, 60, 65, 70, 75 5 салмақта өтіп жатыр. Грамотамен марапатталады. Медалдар береміз, кубок береміз, ақшалай призлеріміз бар. Біздің 16 облысымыздың бәрінде филиалымыз бар. Бізде барлық облыстарда қатты даму үстінде жекпе-жек. Қазір бізде Алматы, тағы Атырау, Маңғыстау облыстарында қатты дамуда. Шымкентте өзіміз қолға алып жатырмыз. Шымкентте де қатты даму үстінде. Өзбек пен Қырғыздан келген спортшылар біздің жігіттерге лайық қарсылас бола білді. Десе де батырларымыз қонақтарды басым ұпаймен есеңгіретті. Жарыс жолында алғаш болып күш сынасқан Ердәулет Манебаев қырғыз спортшысы Нұрсұлтан Жалолединұлымен тең түсті. Ал 60 келі салмақтағы Арман Әшімовтің бұл бәсекеде жолы да жөні де бөлек. Шымкенттік шымыр жігіт 36 мәрте боз кілемге шыққан. Оның үшеуінде ғана жеңіліс тауып, 33 мәрте жеңімпаз атанған. Қайсар жігіттің бұл жолғы қарсыласы қырғыз жігіті. Бұған дейін Арман жекпе-жек аренасында қырғызстандық спортшымен бір емес бірнеше рет белдескен. Шымкент қаласынан шығып отырмыз. Намысты қолдан бермеуге тырысамыз. Жалпы қарсыластар өте мықты. Затым Қазақстанның жалауын әлемге желбірете беру және қазақ балаларын, жасөспірімдерін биікке көтеру ғой. Гүлсанат Қалмырзақ, Зерлан Тұралиев, Жандос Орынбаев, оңтүстік ақпарат.